Бүкіл Қазақстан Алатауға болашақта сыймайды, да? Болашақта тұратын азаматтар резиденттік рұқсаттама алады. Вот осылай болады. Прописка алуға Резиденттік рұқсаттама болады. Мына Алатау Сиете Асоритиден. Ол жақта жұмыс істеу керек, немесе оқу керек, немесе туысқандармен бірігіп тұру керек, немесе әрбір нелер бұл. Әрбір кісі келіп басқа өңірлерде маған мен білем ғой оны, да? Маған жұмыс орын ашып бер, маған ананым үй сал, маған пәтер бер, ондай болмайды. Өйткені бізде вообще ИЖС деген Алатау Ситиде болмайды. 10 сотық жер береміз деп ешкім айтпайды, ондай жоқ, заңда жоқ. Өйткені көп қабатты үйлер ғана болады. Бірақ Алатауға келетін дәрежесі жоғары мықты мамандар тұрса, егер инвесторлар үйлерді сатып алса, инвестор ретінде үйлерді сатып алса, әрине міндетті түрде тіркеледі, тұра береді олар. Жоқ, енді көбісі қарапайым халықтарға барып, сауда жасағысы келеді, сол жаққа барып, магазин ашқысы келеді. Келеді, жасайды. Оларда тұрғылықты келеді, жасайды, уақытша тұрады, кетеді, болды.